Математика пәні 44-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы санның бөлігін табу және бөлігі бойынша санды табу. Бұл сабақта санның бөлігін табуды және бөлігі бойынша санды табуды үйренетін боласыңдар. Бірінші есеп, сантиметрмен берілген әр жолақтың ұзындығы бір жылдағы айлар санына тең. Әрбір жолақ бірдей қанша бөлікке бөлінген? Әрбір бөліктің ұзындығын өлшемей ақ білуге бола ма? Балалар, бүйтеді. Бір жылдағы айлардың санына тең дейді. Бір жылдағы айлар саны 12 ай. 12 ай. Қараймыз, бірінші жолақ бізде 2-ке бөлінген. Ендеше 12-ні 2-ке бөлеміз 6 сантиметр. Яғни біз әрбір жолақ 6 сантиметр екенін білдік. Енді ән нұсқасына қараймыз. Ән нұсқасында дәл солай өлшемдегі 3-ке бөлінген. 12-ні 3-ке бөлеміз. Әрбір бөлігі 4 сантиметрден. Жолақтың ұзындығы 12 сантиметр. 4 бөлікке бөлген, 14-ке бөлеміз. Әрбір бөлігі 3 сантиметр. Жолақтың ұзындығы 12 сантиметр. Оны 6 бөлікке бөлген. Қарап тұрсыңдар, күлгін үсті 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлікке бөлінген. Осы 6-ға бөлеміз. Енді мынау әрбір бөлігі 2 сантиметр екенін біліп алдық. Жалпы балар кесіндінің бір үлесінің ұзындығын білу үшін кесіндінің ұзындығын үлестің санына бөлу керек. Мысалы, 12 бөлінген 2 тең 6 сантиметр. Немесе 12 сантиметр бөлінген 3 тең 4 сантиметрге. Кесінді тең бөліктерге бөлінген кесіндінің бір бөлігінің ұзындығын өлше. Бір бөлігін білу арқылы барлық кесіндінің ұзындығын қалай табуға болады. Қараймыз, кесінді берілген, кесіндінің бір бөлігін өлшеп аламыз. 3 сантиметр, ондай бізде 3 сантиметрден 2 көптеміз, яғни кесіндіміз 6 сантиметр екен. Дәл солай бір бөлігін өлшейміз. 2 бізде ондай 1, 2, 3, 4, 5 бөлік. 5-ке көптеміз, яғни кесіндіміз 10 сантиметр. Балалар, барлық кесіндінің ұзындығын білу үшін бір үлестің ұзындығын бірдей үлестердің санына көбейте қояды екенбіз. Келесі бізде қараөрік ағашынан 20 кг жеміс жинап алынды. Ыдысқа жемістің жартысын 5-тен 1-ін 4-тен 1-ін салғанда әр ыдыста қанша килограмм қараөрік болды? Балар, қараөрік жалпы 20 кг, салынды 2-ден 1 бөлігі, 5-тен 1 бөлігі, 4-тен 1 бөлігі. Ал енді әр ыдыста қанша килограмм барын білу үшін біз не істейміз? 20-ны 2-ге бөлеміз, 20-ны 5-ке бөлеміз, 20-ны 4-ке бөлеміз. Сонда қараңдар, 20-ны 2-ге бөлсек 10 килограмм, бұл барлық, бұл бізде 4 килограмм, 10 килограмм, 10 килограмм бұл жартысы. Енді 2-ден 1 бөлігі деген сөз. 20-ны 5-ке бөлеміз 4 килограмм, бұл бізде 5-тен 1 бөлігі деген сөз. Ал енді 20-ны 4-ке бөлеміз 5 килограмм, бұл бізде 4-тен 1 бөлігі 5 килограммға тура келді деген сөз. Бір қарбыздың массасы 8 килограмм, жарты қарбыздың массасы нешеге тең? Ал өлшеп көрейік А нұсқасын. Бір қарбыздың массасы 8 килограмм болса, қарбыздың 2-ден 1 бөлігі неге болады? Жартысы дегеніміз балар 2-ден 1 бөлігі деген сөз. Ендеше бөлейік. 1 килограмм қарбыздың массасын 2-ке бөлейік. 8-ді 2-ке бөлсек 4, яғни қарбыздың 2-ден 1 бөлігі 4 килограммға тең екен. Ән нұсқасына қараңдар. Қарбыздың 2-ден 1 бөлігі 4 килограмм, бір қарбыздың массасы неше килограмм? Ендеше біз 2-ден 1 бөлік дейді, 2-ні 4-ке көбейтеміз. Сонда бір қарбыздың массасы 8 килограммға тең екен балалар. Бір жәшік алманың 4-тен 1 бөлігі 4 килограмм тартады. Жеміс тоқ жәшікте неше килограмм алма бар? Бір жәшіктің 4-тен 1 бөлігі 4 килограмм болса, бір жәшікте неше килограмм алма бар? Ендеше 4-тен 1 бөлік десе, 4 килограмм десе, оны 4-ті 4-ке көбейтеміз. Жәшікте 16 килограмм алма бар.
Bir жәшікте 16 килограмм алма бар. Оның 4-тен 1 бөлігінен бәліш пісірді. Бәліш пісіру үшін неше килограмм алма пайдаланылды? Не істейміз? Bir жәшікте 16 килограмм болса, 4-тен 1 алынса, онда бөлеміз. 16-ны 4-ке бөлеміз, 6 килограмм. Яғни бәліш пісіруге 6 килограмм алма пайдаланылған екен. Енді осыған ұқсап есеп құрастыр дейдік. Құрастырып көрейік. Bir себетте 12 килограмм алма бар, сатылды 3-тен 1 бөлігі. Қалды неше килограмм алма? Сатылды десе, біз 12-ні 3-ке бөлеміз, 4 килограмм. Енді жалпы массасынан 12 килограммнан 4 азайтамыз. Сонда бізде қалған несі шығады, өлшеміз 8 килограмм алма қалды. 6-нчы есеп, есепті шығар, кер есептер құрастыр, оларды шығар дейді. Ұзындығы 15 сантиметр, қиярды 5 бөлікке бөлінді дейді. Bir bölünün ұзындығы неше тең дейді. Қараймыз балар. Ұзындығы 15 сантиметр қияр, 1 бөлігі 3 сантиметр бөлінді неше бөлікке? 1 бөлігі 3 сантиметр болса, қалған бөліктер табу оңай, иә? Онда 15-ті 3-ке бөле қоямыз. Сонда қияр 5 бөлікке бөлінген екен. 3-тен 1 бөлігі 9 килограмм. Барлығы неше килограмм? Бұл бізде бақшада жиналған қызанақтың 3-тен 1 бөлігі 9 килограмм дейді. Бақшада барлық қанша килограмм қызанақ жиналған дейді. 3-тен 1 бөлігі 9 килограмм болса, онда барлығы 27. 3-ті 9 көбейтеміз, 27 килограмм қызанақ болған екен. Барлығы 27 килограмм қызанақ, оның 3-тен 1 бөлігі неше килограмм болатын білу үшін біз 27-ні 3-ке бөлеміз, 3-тен 1 бөлігі 9 килограммды құрайды екен балар. Оқушы өрнектің мәнін амалдар бойынша есептеді, оның қандай өрнектің мәнін тапқанын анықта дейді. Қараймыз балар. Алдымен 16-ға 12-ні қосқан 28, 28 7-ге бөлген 4. Яғни бұл жерде жақшаның ішіне 16-ға 12-ні қосады 28, 28 7-ге бөледі 4. 9 көбейтілген 6 тең 56, 5 көбейтілген 6 тең 30, 54 азайтылған 30 тең 24. Бұл жерде бірінші көбейтіп алған 9-ға 6-ны, 5-ке 6-ны, сосын азайта салған, 9 көбейтілген 6 азайтылған 5 көбейтілген 6 тең 24. Дәл солай Б нұсқасында жақшаның ішінде 65 қосылған 9, қосылған жақшаның ішіне 49 бөлінген 7 тең 81. Яғни 65-ке 9 қоссақ 74, 49-ды 7-ге бөлсек 7, 74-ті 7-ге қоссақ 81. Яғни бұл жерде 2 рет жақша бірінші қосамыз, сосын барып 49 7-ге бөлеміз. Шыққан сандарды қосамыз. Сонда бізде мәні 81-ге тең болды. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымыз жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.